The goal of your work isn't to attain perfection. It's to share a part of who you are and how you see the world around you. The things that excite you, the curiosity that drives you, your values, emotions, and personal tastes all come together to mold your vision. Бүгінгі қонағымыз суретші, арт сабағынан ұстаз Еламан Ушекенов. Сәлем сүйікті көрермен, сіздермен бірге Атырау облысының өңірлік коммуникациялар қызметіндегі Атырау таланттары жобасы. Бүгінгі қонағымыз суретші, арт сабағынан ұстаз Еламан Ушекенов. Сізді осы жобада көргенімізге қуаныштымыз. Өзіңізді таныстырсаңыз, қай жақта туып өстіңіз, қайдан білім алдыңыз? Атырау қаласында туып өстім. Мектепте Нұрғизат Лендиев атындағы кіші өнер академиясынан білім алдым. 11 сыныпқа дейін, одан кейін универде Атырау Халел Досмағамбетов атындағы университетте білім алдым. Қандай мамандық бойынша? Сурет, бейнелеу өнері және майлы бояу деп аталатын болды мектеп кезінде, бізде мал академияда. Содан кейін универде сурет, бейнелеу өнері деп аталатын. Сурет салу қабілеті сізге кімнен дарыды? Отбасыңызда суретшілер бар ма? Отбасымда суретшілер жоқ, бірақ кішкентай кезімнен өзім әуестендім суретке. Содан кейін солайынан арғарата мектепке, сосын өзім кіші өнер академиясынан уже арғарата дарынымды аштым. Яғни сізге өнер табиғи жолмен келді, иә? Табиғи жолмен. Өзіңізді қай бағытта суретші деп санайсыз? Стиліңізді қалай сипаттар едіңіз? Сурет салуда. Енді маған барлық стиль ұнайды, жан-жақты деп есептеймін өзімді. Жалпы маған көп нәрсе қызық суреттен. Мысалға бағанадай бізде суретте стильдермен бөлінеді, поп-арт стиль, мысалға живопись, рисунок деген сияқты. Барлығы қызық, барлық жанрды өзімше ашқым келеді. Қазір қандай жұмыс жасайсыз, қай жерде ұстазсыз, қосымша немен айналысасыз? Қазір Назарбаев зияткерлік мектебінде ұстаздық қызметін атқарам. Жалпы қосымша табыстар да бар. Мен қабырға суретін салам, реклама жағынан айналысам, мысалға бағанадай баннер, макет деген сияқты құрастырам. Жалпы енді основной жұмыс осы зияткерлік мектебінде. Оқушылардан не үйренесіз? Мысалға, мұғалімдер оқушыларға үйретеді, ал оқушылар мұғалімге не үйретеді? Оқушылардан негізі біздің осы мектепте көп нәрсе үйренуге болады негізі. Оқушылар өте білімді, талантты, жаңа қырларын ашады. Мысалға, бізде де бір нәрсені үйреніп атсақ, біз оларға да үйретіп атсақ, олар бізден де көп нәрсені үйренеді. Яғни сіз шәкірттеріңіз бар ма? Артыңыздан болашақ суретші шығады деген? Иә, бар. Өте көп шәкірт бар іште. Қабырғаға сурет салу мен кенептегі жұмыс арасында қандай айырмашылықтар бар? Қабырға мен айырмашылығы екеуі, кенеп негізі әртүрлі өзінің размері болады. Ода бірақ көп үлкен размерлер болмайды. Ал қабырғада үлкен размер, онда пространство дейді ғой, көп пространство. Сонда бояуға да үлкен кестімен де жұмыс жасауға ыңғайлы. Негізі екеуінен айырмашылығы, кенептен қарағанда қабырға оңайлау. Кенепке енді көбінесе көп краска кетеді. Содан кейін жұмыс уақыты да ұзарады. Ал қазіргі таңда мынандай аппараттар бар ғой, қабырғаға суретті өзі салады 3D етіп. Ол енді біраз суретшілердің жұмысын жеңілдетіп жатыр, немесе ол кейбір тапсырыс берушілерге баға жағынан да арзан болуы мүмкін, иә? Соны сіз қалай қабылдайсыз? Табиғи қолмен салған дұрыс па, әлде сол аппараттарды пайдаланған дұрыс па? Ол енді аппарат жалпы ең жақсы аппарат негізі. Қай суретті бересің, қай картинаны бересің, дәл солайынан айнытпай қабырғаға да салып береді. Бірақ ода бір көп нәрсенің минусы да, плюсы да болады. Ол аппараттың минусы үлкен қабырғаларға сала алмайды. Сосын қисық қабырғалар болса сала алмайды. Бізде енді көбінесе кездесетін колонналар деген сияқты қабырғалар бар. Оларға уже қолмен салу керек болады. Аппараттың шамасы жетпейді былай айтқанда. Сосын ең жоғарыдағы суреттер болса, мысалы қабырға сурет көбінесе кездесетін спорт залдарда, актовый залдарда биіктеу салатын. Оларға аппараттың уже қабілеті жетпей қалады. Сол кезде біз барамыз дегендей. Ал алғашқы суреттеріңіз туралы әңгіме етейікші, қалай басталды? Алғашқы картинаңыз нені бейнеледіңіз?
Алғашқы картина мен негізі кіші өнер академиясында оқып жүргенде ең жақсы үлкен картина болып маған өзімнің жалпы бізде ағайлар болды. Бізде қолөнерден Омар дейтін ұстаз болды, қазір дүниеден озып кетті. Жалпы соның картинасын біз дипломны жұмыс етіп алдық. Соның шәкірттерімен сол Омар деген ағайды өзім картина етіп шығардым үлкен форматта. Сол маған өте қызық, өте жақсы шыққан картина болды. Ол ненің сурет болып еді? Ол сол Омар ағайдың шәкірттерімен тұрған қолөнерден жұмыстар жасап жатқан сурет бейнесі болды. Сол өте қатты өзіме жаныма жақын болды. Ол ағайда жақын болды, ол бұрыннан таныс кісім еді жалпы. Содан кейін соны салдым. Және де оны алматылықтар, астаналықтар там оқудан шақыруға келгенде оған 5 деген балл берді. Жақсы балл деген, мысалға мен жұмыстарыма неме. Сіздің осы суреттеріңіздің ішінде осы жұмысым менің мінезімді толық көрсетеді дейтін сурет бар ма? Қай осы жұмыстар? Иә, қай жұмыстың ішінде? Осы ма? Жалпы суреттеріңіздің ішінде. Мінезімді көрсетеді. Ну, мен мінезім жалпы түстерге байланысты ғой, ашық мінез. Сол үшін ашық түстер, көз тартарлық түстер деген сияқты көп қолданамын. Қара, қою, қоңыр деген сияқты түстер, жабық түстерді көп не істемеймін да. Қолданбайсыз? Иә, қолданбаймын. Ал сіздің жеке өзіңіздің тәжірибеңізде жалпы өнер арқылы өмір сүру қалай? Тұрақтылық бар ма? Тұрақтылық. Мен осы жалпы қабырға суретін вообще өнерге келгеннен кейін маған өзіме ыңғайлы. Мысалға жұмыста да бәрі де жақсы болып кетті. Мысалға өзімнің өмірімде де мысалға жалпы мына мектепке келгелі ең қызық оқиға мысалға мен өзімнің жұбайыммен танысуда. Мысалға ең бірінші осы мектепке келіп, осымен танысып, осы мектепте жалпы отбасылы болдым деп айтсақ та болады. Ең басында енді мені жалпы бұл мектепте істеп жатқаныма осы 5 жыл болды деп айттым ғой. Бана 5 жылдан бұрын сол ең басында мені осылай қабырға сурет салдыртуға шақыртқан негізі мектепке. Мектеп директоры болды, Құралай Тілеубердіқызы дейтін. Қазір ауысып кетті. Ол кісі сол мені қабырға суреттерін салдыртуға шақыртты. Одан кейін маған ұсыныс тастады. Мектепке сурет салып, сурет сабағынан беріп үйірмелерге қатысып, жұмысқа алсақ, сіз кірсеңіз қалай болады деп. Сонда сол жерден басталып мен уже ол кезде мен заказда жүрдім, еще бір мектепте заказда сурет салып жүрдім. Содан кейін сол мектептен бастап бір ай жүрдім да, бір ай заказда болды. Сосын мен ұмытып кеттім. Сосын маған келіп хабарласты қайттан. Сіз ойландыңыз ба, келетін болдыңыз ба деп. Сол кезде келгеннен бастап жұмысымды бастадым. Мектепте ең басында үйірмеден сабақ бердім оқушыларға. Содан кейін мұғалімдік қызметін атқарып жатырмын қазір. Сол кезде менің қазір жұбайым химия, негізі оның мамандығы химия пәнінің мұғалімі. Сол кезде осынан таныстық. Негізі мектепте ең қызық оқиға сол екеумізде болған. Бәрі айтарлықтай барлық мұғалім, кураторлар бар, неше түрлі. Солар айтады да, ең бірінші мектепте саған жолың болып кетті, мектепте жұбайың таныстырдың, бағадай жұмысыңда да жақсы болып кетті деген сияқты. Сондай қызық оқиғалар бар. Ал бүгінгі Қазақстандағы суретшінің ең үлкен қиындығы қандай деп ойлайсыз? Суретшінің ең үлкен қиындығы? Иә, елімізде. Суретшілер енді қазір красканың несі ғой енді. Біздер жалпы енді краскамен жұмыс жасаймыз. Бізде енді қолмен былай сурет салу мысалға қиындық ондай тудырып жатқан жоқ, өзімнің тәжірибемде жалпы. Жалпы былай красканың жоқтығы, мысалға бізде енді Қазақстанда көбінесе краска таптырмайды. Былай қарағанда енді шетелдіктерде мысалға суреттерін көзбен қызығып жасайын десең, мысалға ондай материалдар жоқтығы мысалға. Сондай материалға келіп имитациялап жасап, өзіміздің материалдарды қолданып жүрік қазір. Ал былай енді сол Қазақстанда материалдың жоқтығы кішкене қиындық тудыртады. Немесе болса да қымбат болады. Иә, болса да қымбат болады. Ал мынандай қиындық бар ма? Суретшінің өнері бағаланбауы? Негізі көп жерлерде енді жалпы бар дейді, бірақ өзім тәжірибемде кездестірген жоқпын. Көп мысалға бағадай тапсырыстар келіп жатса да бәрі мысалға бағаланып, қарап, шабыттанып адамдар күшті, жақсы лебіздерін айтып жатады. Ал осы орайда сіз алғашқы ұстаздарыңыз туралы әңгіме етсеңіз, кімдер болды, олардан алған білімдеріңіз әлі күнге дейін пайдаланып келе жатсыз ба? Менде ұстаз алғашқы Әділқайыр Жантасов Пангерейұлы дейтін художник ағай болды. Ол да қазір өкінішке орай дүниеден озған. Ол менде кіші өнер академиясынан сабақ берді, бізде ұстаздық етті. Өте көп білімді, суретті мықты салады, оны барлық даже
біздің Қазақстан деп айтпай ақ қояйын, шетелде де көп адамдар таниды, себебі оның суреттері әрбір жерде, музейде тұр даже. Сол кісіден көп нәрсе алдым, білім үйрендім, содан дарыған өнер ары қарата жалғасып кеткен. Яғни бойда бар талантты ары қарай дамыту үшін көмек керек, ұстаздан және тәжірибе керек. Тәжірибе керек. Ал сіз осы мектептер мен басқа да мекеме қабырғасынан сурет салуда неге назар аударасыз? Мысалға, тапсырыс берушінің көңіліне қарайсыз ба, әлде өзіңіздің еркіндігіңізге қарайсыз ба, шығармашылыққа деген? Негізі тапсырыс берушілер енді ол көбінесе дизайн жағынан түсінбейтін адамдар болып шығады. Көбінесе маған өзіме өзіңнің усмотрение өзіңе қара дейді да. Содан кейін біз более формат мектептік болса, мектепке более баратын форматта, мысалы оқушылар өткенде өздерін жайлы сезінетін, бізде мысалы түстерде, өнерде артта мысалға өткір түстер дейтін бар, суық түстер дейтін бар, соларды көп қолданбауға мектеп арасында. Мысалға оқушылар өздерін жайлы, мысалға қоғамда жайлы сезінетіндей сондай суреттер қабырғаларын ұсынамыз. Ақындар мен музыканттар шабыт іздейді, соған сай жаңа туындылар шығады. Ал сіз шабытты суретші ретінде қайдан аласыз? Шабытты енді суретшілер көбінесе біздер әдемілікке қызығамыз ғой, мысалға табиғаттың әдемілігі, мысалға суреттерден әркім, мысалға әр автордың өздерінің бір штриховка дейді, мысалы суретте әр адамның өзінің штриховкасы болады. Мысалы солардан қарап шабыт алып, өзімізге бөлек бір стильді ойлап табуға, мысалға сондай шабыттанамыз. Ал сіз сол өз стиліңізді табу үстіндесіз бе, әлде таптыңыз ба? Таптым өзім стилін. Қандай? Сол қабырға суреті маған ең жақын. Сол жағынан кеңестер айтасыз ба, мысалға нені салған, қай жерге қандай суретті салған дұрыс? Жалпы қабырғаға сурет салудың қандай пайдасы бар? Мысалы, қабырғаңда сурет тұрған, немесе ол жерге картинка ілгеннен, ол жерге сурет салған қайсысы жақсы адамдар үшін? Картинка болғанда, ол картинка былай жалпы, былай сөзбен айтқанда жыпыны дейді, кішкентай, жалпы размері де кішкентай оқпады, ал жалпы жайлылық беретін негізі қабырға суреті. Біз қабырғада бұрыштан бұрышқа дейін до конца полный салып береміз, жақсы әдемі көрінеді, цветтермен подобрать етеміз мысалға. Көп адамдардың көңілінен шықты, өте көп заказ жасадық, мысалға бағадай өте көп қабырғаға сурет салынды, әлі де салынады бұйырса алдағы уақытта. Қазіргі сол стиль, қабырға суреттегі стиль, қазір Қазақстан бойынша көп дамып жатыр да. Мектептерге қазір мектептерде көбінесе адал азамат дейтін проект жүріп жатыр. Сол бойынша бәрі мектептер сол реконструкцияға өтті. Ерекше шабытпен салған суретіңіз бар ма? Ерекше шабытпен салған сол менің кабинетімде тұрған сурет, жылқының суреті бар. Шабыт қайдан алдыңыз? Ұшқын дейтін бір Жамалбеков дейтін өлең бар ғой. Сонда мысалы қазақи өлеңді тыңдап отырып, сонда көзіме елестетіп отырып, сонда жылқының суретін салдым. Әдемі, күшті. Музыкадан алып тұрсыз? Иә, музыкадан. Өнерден тыс қандай қызығушылықтарыңыз бар, немен айналысқан ұнайды осы суреттен тыс? Суреттен тыс спортпен шұғылданамын, өлең айтқан ұнайды. Жалпы енді маған өзіме жалпы мен әртүрлі саладағы, мысалы мамандардағы бұлай салаларға қызығам. Мысалы бағанадай музыка, біреу өлең айтып жатса қызығам, мысалы соның өлең айтқым келеді дегендей. Мысалға бағанадай спортта да жетістіктерге жетіп жатса, мен де жетістіктерге жетейінші деген сияқты спортпен де айналысып, жалпы енді көп салалар көп жағынан ұнай береді жалпы. Соларды мысалға дамытқым келеді, білгім келеді мысалға. Солмен жалпы ары қарата жүреміз. Алдағы 5 жылға қандай жоспарларыңыз бар? Мысалға суреттеріңізден көрме ұйымдастыру шағын болса да, немесе салған картинкаларыңызды сату деген бар ма сізде? Біз әлі де сатып жүрік, жалпы ең басында қазір біз картинка, ең бірінші қабырға суреті шықпас бұрын біз картинка саттық. Әртүрлі холстардағы бана кенепке салынған суреттерді саттық. Одан кейін киімге салдық сурет, киім, аяқ киім, бізге тапсырыс көп келетін болды. Алдағы уақытта енді қабырғалар сол бағанағы киінеп, бәрін бірдей алып жатырық. Егер суретші болмағанда кім болар едіңіз? Суретші болмағанда негізі тренер болар едім спорттан. Сол ең басында мектеп кезінде мен өлең айттым, суретті қатар алып жүрдім. Мен бірақ суретші болам, мұғалім болам деп ойыма келген жоқ. Содан кейін өлеңде де айтпайым деп жүрдім. До конца ол себебі өлеңінде көп әншілер бар мысалға, өлеңді көп адам айтады мысалға. Даже любой адам дауысын шығара алады.
мысалға енді музыканттар, әншілер қазір білетін бар, қазір жұмыртқа ішеді таңертең деген сияқты сондай. Енді көп адамның қолынан келетін нәрсе да. Сосын суретті де енді былайдан ойлап, мысалы суретке дұрыс жұмыс жоқ ау деген сияқты басында сондай ойлар болды. Сосын өзім жалпы спортпен айналысқасын, спорт маған более жақын болды бұрынғы кезде. Қазір де жақын, өзімде денемен өзім для себя шұғылданып тұрамын, бірақ енді бұрынғы кезде сол спорт ұнап жүрді жалпы қатты. Суретші болмағанда сол бәлкім спортсмен болып кетермін. Сіз үшін өмірдегі ең маңызды құндылықтар, ұстанымдарыңыз қандай? Енді отбасымды асырау ең басты құндылық. Әркімнің енді өзі отбасы ыстық болады. Сол отбасыма көңіл бөлу, жақсы қарым-қатынаста болу деген сияқты ұстанымдар бар. Ата-анам ең бастысы. Ал шәкірттерге, артыңыздан ерген жастарға не айтар едіңіз? Біз енді қазір кеңес енді былай оқу керек, талпыну керек, іздену керек. Жастар көбінесе қазір біз енді телефонға әуес қойында, қазір телефон көп деген информацияларда жақсы жағыда да бар, жаман жағыда да бар. Оның бәрін жаман деп айта алмаймыз, сол үшін іздену керек көп нәрсені. Бағанағыдай кітап оқу деп айта аламын. Сізге ұнайтын қазақстандық суретшілердің суретінен 3 шығарманы айтсаңыз, сосын әлемдіктен 3 шығарманы айта аласыз ба өзіңізге ұнайтын? Әлемдіктен бастасақ, емірінші Пабло Пикассоның суреті ұнайды. Бана уақыт дейтін бар суреті. Сосын қазақстандықтан өзімнің оқыған, білім алған әрі Пангерейло Жантасовтың Күлтегін дейтін суреті бар. Ол қазір сол көрмеде тұр. Өте керемет сурет, Күлтегін деген. Ол жерде кішкентай бала, бана қазақи нақыштағы таз ит, алабай ит деген сияқты сондай қазақи нақыштағы суреттер, ер-тоқым солай бейнеленген өте керемет картина бар. Өзіңізге ұнайтын суретшілерді айтсаңыз, әлемдіктен де болсын, Қазақстаннан болсын. Ван Гог осы. Ван Гог, Пабло Пикассо суреттері өте жақсы, танымал. Қазақстандықтан бізде жалпы атыраулықтан Кендір Отарбай дейтін бар, жақсы суретші, Майл бояумен жақсы сурет салады. Сосын Жексенбек дейтін ағай бар, бізде өзде универден сабақ берді, сызудан өте керемет сызады. Ол да художник, кенепкеде сурет салады. Сосын жаңа Жантас Әлқайыр Пангерейло өте жақсы сурет салады. Ал сіз айттыңыз, суреттің барлық жанрында да сурет сала аламын деп. Соның ішіне атап өте аласыз ба, қайсысы оңай, қайсысы қиын жанрға жатады? Бізде енді суретте живопись, рисунок деген сияқты бөлінеді. Жалпы енді оңай дейтін нәрсе жоқ, бірақ бәріне талпынып, салып жасаймыз жұмыстарды. Бізде енді суреттер көп нәрсе бөлінеді, натюрморт бар, пейзаж бар, мысалға. Мысалы стильге келетін болсақ, поп-арт стилі бар. Мысалы поп-арт стилі былай жалпы оңай. Қазіргі комикс, Дисней нелерде жүретін комикс, мультфильм, анимация ретінде салынатын суреттер. Өте оңай, цветтері бәрі, ол кезде переход деген нәрселер жоқ. Бір цветтен екінші цветке ауысып кету деген. Ол кезде сызықпен белгіленеді. Сол менің ойымша оңай деп есептеймін. Сурет арқылы, картинка арқылы адамға бір ойды жеткізу мүмкін бе? Немесе бір суретке қарап, суретшінің сезімін түсіне алу мүмкін бе? Суретте де как адамның айтылған әңгімесі сияқты, суретте де как адамның айтылған өлеңі сияқты, мысалға суретті картинаны бір нәрсені салсаң, оны даже отсылка ретіп те жіберуге болады, даже бір ойды до конца толығымен жіберуге де болады, мысалға суреттен көп нәрсе табуға болады негізі. Просто адам оны салғанда енді берілген ойын, өзінде тұрған ойын шын жеткізсе, ғана сурет жақсы түсінікті болып шығады деген ойдамын. Ал мынадай кездер болар ма? Сізге сурет салу керек, бірақ сізде шабыт та жоқ, оны салуға бір ниет те жоқ. Сол кезде сіз не істейсіз мысалы? Ондай кезде болады. Мен ондай кезде мен мысалға бағадай беріліп тұрған сурет немесе өзімнің салынған суретім болса, ол өзім просто тоқтатып тастай аламын. Шабыт жоқ деген сияқты. Басқа суреттерден шабыт алып деген сияқты. А если ол маған тапсырыс етіп келетін болса, мен ол клиентке одан да жақсысын, өзіме шабыт алатындай, одан да жақсысын ұсынуға тырысамын. Жастарға жалпы кітап оқу көп керек, телефоннан көрі деп. Сізге сұрақтар қоям, соның жауабы я жоқ болсын. Қысқаша сұрақтар. Өмірде өкінетін шешіміңіз бар ма? Жоқ. Қателіктеріңіз сізді күшейтті ме?
Адамдар көбіне бетперде киеді деп ойлайсыз ба? Иә, бар. Өзіңізді бақыттымын деп санайсыз ба? Әрине. Өткенді жиі ойлайсыз ба? Жоқ. Кейде адамдардан шаршайсыз ба? Жоқ. Болашақ қорқыта ма? Иә. Еркіндік сіз үшін маңызды ма? Еркіндік маңызды. Өзіңізге қатаңсыз ба? Иә. Осымен сұхбатымыз аяқталды. Сізге көп рахмет. Алдағы жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Сіздерге де рахмет. Рахмет.